Қазір бәріміз білеміз, даму бала кезетті тіркелу ашылып жатыр. Даму бала кезет дегеніміз не? Ол Алматы, Астана, Шымкент, Қызылорда, Ұлытау облысы секілді қалаларда, Атырау бар, по-моему, ұмытпасам, сіз өзіңіздің балаңызды, 17-16 жасқа дейінгі балаңызды 7 жастан бастап қосымша сабақтарға бере аласыз. Бұл тегін, мемлекет тарапынан берілген заказ бойынша бұл тегін жүреді. Яғни сіз өзіңіздің балаңызды ата-анасы ретінде тіркеп, гимнастика, би, ән, аспаптарда ойнау, шахмат секілді сабақтарға бере аласыз. Ол және өте ыңғайлы уақыттарға қойылған, өзінің арнайы кестесі бар. Кешкі сағат 7 болмаса түскі уақыт деген секілді. Сіз ең бастысы ашылған уақытта даму бала кезетқа тіркеліп, орын алсаңыз болды. Биді, әнді қандай салаға жібергіңіз келеді, баланы барлығын өзіңіз ата-ана ретінде өзіңіз таңдайсыз. Ол міндетті түрде тегін және белгілі бір уақытта ашылады. Ешқандай да ақы төлемейсіз балаңызды бұл жерге жіберген, тек балаңыз сол жерге тіркеп, арнайы өзінің ережесімен барса болғаны. Ол үшін не істейміз? Любой интернет-браузерге damubala.kz деп жазасыз. Сізде дәл осындай страница ашылады. Балаңызды сіз тіркеу үшін сізде міндетті түрде электрон цифрлы қолтаңба болу керек. Яғни ата-ананың біреуінің ЕЦП-сы болу керек. damubala.kz деп жазған кезде сіз интернеттен бірінші тұрған damubala.kz-тің үстін басып ашасыз. Сізде страница хабарландырумен бірге ашылады. Бұл хабарландыруда көрсетіліп тұрады, қай қалаларда сіз бұл іс-шараға қатыса алатындығыңыз. damubala.kz интернет-браузерден теріп, damubala.kz сайтын таңдап кіргеннен кейін сізде дәл осындай страница ашылады. Егер сіз бірінші рет тіркейін деп тұрсаңыз, балаңызды зарегистрируйтесь батырмасын басып, электронды цифрлы қолтаңба бойынша тіркелесіз. Қараңыз, мен бағана айтып өткендей, Қазақстанның қай қалаларында, қай облыстарында бар? Алматы, Астана, Қызылорда облысында, Маңғыстау облысында, Батыс Қазақстан, Атырау, Ұлытау облыстарында бар екен бұл программа. Қараңыз, сіз представитель ребенка, яғни сіз оның ата-анасысыз. Басамыз, тіркелу керек біз ЕЦП-менен балаңызды белгілі бір сабаққа жібермес бұрын. Басамыз үстін. Представитель ребенка деген жазудың үстін басамыз, яғни сіз ата-анасы ретінде және астында келесі далее деген батырма тұрады. Сіз бастаңыз, сізге кіру жолын көрсетеді, яғни ЕЦП-ны регистрация жасайтын электронды цифрлы қолтаңбаны сіз таңдайсыз. Сіз оны қай жерге сақтадыңыз, сол жерден алып, сіз оның аут ключіменен кіресіз. Кілт таңдалды, енді бізге паролін енгіземіз. Яғни ЕЦП-ның өзіңіз білесіз, ол ЕЦП ашылған кезде парольді әр адам өзі таңдап қояды. ЕЦП-менен, ЕЦП-ның аут ключіменен кіргеннен кейін зарегистрироваться батырмасын басып, сіздің бүкіл данныйыңыз шығады. Электронды почтаңыз, аты жөніңіз, иіңіз. Енді сіз облыс пенен қаланы таңдау қалды сізге, регистрация жасау үшін. Содан кейін ғана барып, сіз балаңыздың қай ИП-ның, яғни олар ИП-менен қатысады, даму балаға қай районға қатысты екенін барлығын содан кейін таңдайсыз. Балаңызды содан кейін ғана барып тіркейсіз. Бірінші Алматы қаласы, мысалы Алматы қаласы болсаңыз, болмаса басқа қараңыз, Қызылорда облысы, Атырау, Маңғыстау, бағана айтып кеткен қаланың барлығы шығып тұр. Алматы қаласын таңдайсыз. Егер Алматыда болсаңыз, Алматы қаласына кейін бірнеше район бар, қаланың өзінде. Қай районға барғыңыз келеді таңдайсыз, және пароль сайтқа кіретін пароль придумайте десіз. Парольді қоясыз, ол міндетті түрде ағылшынша әріп саннан символдан болу керек, одан кейін басып парольді қайталайсыз и соңында зарегистрироваться батырмасын басасыз, және мына жерде галочка қойылып тұрған нәрселерге міндетті түрде қою керексіз. Мына қараңыз, мен айтып өтіргенде, ол 8 саннан аз болмау керек. Сайтқа кіретін пароліңіз әріптен, саннан, символдан болу керек. Сосын зарегистрироваться батырмасын басасыз, сіз уже сайтқа тіркелесіз. Содан кейін барып сіз балаңыздың қай райондағы, қай ИП-дағы қандай сабаққа баратынын таңдайсыз.